Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін мен сіздерге өте керемет, дәмді, іші толықтай пісетін және де биік болып көтерілетін дәл осындай оңай пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай, бар болғаны үйдегі қарапайым заттардан тұрады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Жұмыртқаның температурасы маңызды емес, бөлме температурасындағы немесе тоңазытқыштан шыққан жұмыртқа жарай береді. Барлығын біз дәл осында бір пиаланың көлемімен өлшейміз, ешқандай таразының қажеті жоқ. Бір пиала қантымызды салып, жақсылап тұрып қантымыз ерігенше және де жұмыртқамыз кішкене аппақ болып көпіргенше миксерлейтін боламыз. Миксерлеу уақытысы 45 секунд немесе 1 минуттай кетті. Және де дәл осылай кішкене көпіргеннен кейін, аппақ болғаннан соң айранымызды салатын боламыз. Мендегі айран дәл осындай бір пиала айран, қатты қою да емес, қатты сұйық та емес, орташа айран болды. Тығыздығы сондай болды. Және де жақсылап тұрып, тағы бір миксерлеп жібереміз. Толықтай барлығы араласқаннан соң, келесі кезекте сұйық майымызды қолданамыз. Сұйық май, яғни подсолнечное масло жарты кесе құйдым. Оны да жақсылап миксерлеп жібереміз. Араластырамыз. Онда да жаңағы айран салған кесемен, дәл сол кесемен 2 кесе толтырып салатын боласыздар. Міндетті түрде ұныңыз електен өткізілуі керек. Мен алдын ала електен өткізіп, дәл осылай кішкене шашыратып саласыздар. Бір жерге бәрін топтап салмаңыздар. Және де міндетті түрде електен өткізілуі керек. Дәл осылай 2 пиаланы бірден сала салдым. Және үстіне ұн қопсытқышты салып, жақсылап тұрып миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Біздің массамыз қатты тығыз емес, қою емес, сұйық емес, орташа болып шығады. Менің каналымдағы керемет оп-оңай жасалатын рецепттер жіберіп алмас үшін қазір каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Және де дәл осындай қоймалжың масса болып шықты. Алдын ала енді формамызды дайындап аламыз және де пешімізді осы кезде қыздырып алатын боламыз. 180 градусқа қойып қыздырып алыңыздар. Дәл осындай кішкене қоймалжың масса болып шығады. Мендегі форманың диаметрі 22-24 сантиметр. Осылай ыдысымызға құйып аламыз және де қызып тұрған пеште қызарғанша 45-50 минутқа дейін пісіріп аламыз. Міндетті түрде ортасын ағаш шпажканың немесе шидің көмегімен тексеріп көріңіздер, ортасы міндетті түрде пісуі қажет. Және де сырты дәл осындай керемет болып қызарып шығады, іші толықтай піседі. Міне дәл осындай керемет болып шығады. Дәл осы пирогты үй жағдайында жасап көріңіздер. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.